қауіпті алдын алып жаққанымыз ба, әлде белгілі не белгісіз қауіптердің төніп келе жатқандығы ма? Интернет-магазиндарды қазір қолға алуымыз керек. Тек қана бір айдың ішінде 20 миллион теріс ағымдардың материалдары құйылды. Салт дәстүрді құртатын материалдарды тек қана Орта Азияға жіберіп отыр. Біздің қыз-келіншектер арқылы біздің салтымызға балта шауып отыр. Экстремизмнің ең алғашқы көріністері сол әрбір адамның жанұясында басталады. Құрметті көрермен, қауіпсіз мемлекет бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгінгі студиямыздың қонағы Астана қаласы Дін істер басқармасының басшысы Көшқали Қайролла Дүйсешұлы. Қайролла Дүйсешұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді өзіңіз білесіз, жақында 14 наурызда мемлекет басшысы 4-ші ұлттық құрылтайды өткізді. Осы құрылтайда теріс ағымдарға, қазақтың болмысына, жат идеологияларға тосқауыл қою қажет екенін тағы да баса айтты. 18 наурызда мемлекет басшысы қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізді. Терроризмге және экстремизмге қарсы күрестің өзекті мәселелері талқыланды. Мемлекет басшысының аталған тақырыпты жиі және баса көтеруінің себебі неде? Қауіпті алдын алып жатқанымыз ба, әлде белгілі не белгісіз қауіптердің төніп келе жатқандығы ма? Осы сұрақ төңірегінде өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Рахмет. Енді Астана қаласының дін істер жөніндегі басқармасының басшысы болып отырады. Астана қаласының қаламыздағы елордада діни ситуацияны айтып өтіп кетейік. Астана қаласында 57 діни бірлестіктер, конфессиялар, діни конфессиялар тіркеліп қызметін жасап отыр. Соның ішінде ислам бағытында 15 діни бірлестік тіркеліп қызметтерін қылып отыр. Бұл жерде атап өтсек, тіпті заң бойынша діни бірлестіктер туралы заң 2011 жылы 11 қазанда бұл жерде тіпті осы теріс діни ағымдардың әдебиеттерін кіргізу мәселесі айтылған болмайды екен Қазақстан аумағына. Бұл жерде шекарашыларды да қызмет қылу керек, міндетті түрде. Қазіргі таңда мемлекеттік органдармен қызмет атқарып жатырмыз, бірақ кейбір мәселелер бар. Әлі көңіл бөлген мысалға біздің тарапымыздан мынау қазіргі таңда еді көбі интернетке алындап кетті. Интернет арқылы сатылады, интернет арқылы тапсырыстар беріп алып отырады. Соның ішінде интернет магазиндарды айтып кетуге болады. Бұл осы жерге біздің осыны қадағалайтын органдар, соның ішінде дін істер басқармасы бар түрде біздер осы интернет магазиндарды қазір қолға алуымыз керек. Неге десеңіз, бұл жерде әрбір қазақстандық азаматы заңымызда айтылған діни мазмұны бар кітаптарды, заттарды тек қана бір данада алып келе алады. Егерде ол алып келген кітаптың өзі біздің конституциямыз, басқа да заңнамаларға қайшы келмесе, әрине оны ол кіргізіп өз үшін оқи алады, сауаттандырылады. Ал егерде тек қана бір данада, мысалы бір кітап 10 томнан тұрды деп айтайық, 10 томнан. Соны Қазақстанға алып келерде ол бір кітап болып саналады, 10 кітапты кіргізе алады. Және ке бұл осы тапсырыс бергенде не қауіптісі бар бұна интернет магазиндағы қауіптілігі? 3-4 күнде ешқандай кедергісіз ол кітап алып келеді. Ол Россиямен алып келіне ме? Ол басқа бір жерде тапсырыс беріп алып келіне ме? Сол кітаптар кіргізіледі. Қазіргі таңда біздің мемлекеттің органдарына, осы жауапты адамдарына
жауапты басшыларға осы бағытқа мән беру керек деп ойлаймын. Оның ішінде мысалға біздің тәжірибемізде бар, анау Валдес арқылы кітаптарға, дәстүрлі кітаптарды тапсырыс бердік. Мысалға анау уахаби идеологиясының, салафия ағымдарының авторларының кітаптарын бердік. Ешқандай тосқауылсыз кіргізіп, олар 3-4 күнде бізге әкеліп берді. Міне осы жерлерде осыған маңызды көңілдерін бөлу керек, осыған бір тосқауыл қою керек. Сол бір Валдерстің 5 пунктісіне әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша 450 бап бойынша, 490 бап бойынша кіргізген үшін айыппұл салынып, бағанағы Енді бұл жерде қазір біздің мемлекеттің мынау ғаламтордағы осы ақпараттарды, теріс ақпараттарды бұғаттау қиындау болып отыр ғой. Өйткені оны айналып өту жаңа жолдары өте көп. Қаншама жаңа бұғатталып жұмыстар жасалынып жатса да, бірақ айналып жолдары өте көп болып отыр ғой. ендігі осы мәселені зерттедім. Мен мамандар болып зерттедік. Сонда осы 22 жылы шілде айында тек қана бір айдың ішінде 20 миллион өзіңіз ойлаңызшы, бүкіл ғаламторға теріс ағымдардың материалдары құйылды. Олармен 20 миллион өздері құйып өздері салып отыр. Иә, бүкіл енді олар миллион ақпарат, ол видео контенттары бар, ол бағанағы анау кішкентай баннерлар бар шығаратын, ол аудио запистары бар, видео запистары бар. Соның бәрін санап келгенде 20 миллион бір айда 2022 жылы шілде айында сол құйылды. Енді ол құйылды, ол тарады. Әлеуметтік желі бағанағы шекаралық нелер жоқ болады, граница жоқ. Ол құйылғасын, ол Қазақстанда да, Африкада да қырғары көре берсең бәрі уланады. Сондықтан бұл жерде әрине бұны кім тазартады? Қалай бұғаттаймыз? Мысалға, сондай вопростар туындайды. Бірақ осы мәселе бойынша 2015 жыл, 16 жылдары біз бастап кеттік. Негізі осы әлеуметтік желіні ағарту дегендей, бұғаттау мәселесі қазіргі таңда әрине бұғаттау аздау болып тұр. Оны да министрліктің тарапынан мен ойлаймын, бұл бір технический мәселе, бір жетіспестікті. Бірақ оғанда да осы кеше бір жиын өткенде бұны сол кәдімгідей деңгейге қоямыз деп жатыр. Ол кедергісі қандай? Анау YouTube каналы бар, басқа да Instagram'сы бар, солардың администраторларымен, жетекшілермен келісім шарттары. Егер де олармен жақсы келісім шартқа отырып, біз Қазақстанда отырып бұғаттай алмайтын болсақ, олардың тарапынан келісім шарт бойынша олар бұғаттап тастайды ол материалдарды. Неге десеңіз, экстремизм, терроризм бұл әлемді жаулаған бір вирус. Сондықтан олардың да, біз көріп тұрмыз, олардың да бұл бағытқа салатын үлестері көп. Әрине, сосын анау бір мысалды айтайды, Дағыстаннан шыққан Кастекский деген бағанағы уақытшылар, ол қазір Турцияда діни алауыздық, мемлекетке бағынбағандар материал, сондай бағынбайтын салт дәстүрді құртатын материалдарды тек қана Орта Азияға жіберіп отыр. Орта Азияның мемлекеттерін жамандап, соның ішінде бағана ол тағут елі, патшалар намаз оқымасын, оларға бағынып қажет емес, олардың әскери және де құзырлы органдарына жұмысқа тұрып қажет емес, тұрып болған мұсылмандар кетіңдер ол жұмыстан, сендер сол бағанаға шайтанның, тағуттардың бағанаға әскертілесіңдер деп, сөйтіп тек қана Орта Азияға шабуыл жасап отыр. Оның бір материалы 2023-те шыққан бір материалы бар. Біздің қазақтың қыздарына арналған, қыз келіншектеріне бір шығып отырғанда телефонда қарап айтады, мына жерде бір қауымымыз мынандай бір сұрақ қояды дейді. Мынау Қазақстаннан сияқты дейді. Жақында үйлендім дейді. Сол әйелім менің ата енесіне, яғни менің ата-анама дейді, қызмет жасауға бола ма дейді.
Ол отырады да міне көрдіңіздер ма, біздің қыз келіншектер арқылы біздің салтымызға балта шауып отыр. Ол айтады, жоқ, ол келіншегіңнің тек қана өзіңе ғана құлшылық жасап, сені ғана бағып, көйлегіңді жуып, ана тамағыңды әзірлейтін анау довольство мужа, довольство Аллаха деп орысша сөйтіп айтып отыр. Ол жерде айтып отырған жоқ дейді, ол довольство родителей, довольство Аллаха деп. Довольство мужа, довольство Аллаха деп айтып отыр ғой, орысша кәдімгідей. Ол сол балта шауып отыр. Сол көп, сол қыз келіншектеріміз қарап, бағанағы қазір көптеген жанұяда осы экстремизм сол жанұяда басталады. Экстремизмнің ең алғашқы көріністері сол әрбір адамның жанұясында басталады. Мынау сол ата енесіне шай құймау, қолына су құймау, оны таңертең тұрып бағанағы оларға үлкен кісілер құлшылық жасамау, ол міндетті деп, міндет емес деп, өздеріне сондай мына Костекскийдің айтқан уағыз насихатына тыңдап, осындай іріткі салып отқан жанұяның арасына біздің салт дәстүрімізге балта шауып отқан жағдайлар. Сырттан келген жаңа идеологиялар. Енді бұның мақсаты ол ұлттық құндылықтарымызға, яғни сызат түсіру, сол арқылы енді әр халықтың тілін, мәдениетін, салт дәстүрін жойып жіберсе, ұлт ретінде жойылып кетеді ғой. Сөйтіп бұл жерде менің ойымша бұл сыртқы күштердің белгілі бір саяси мүддесі, идеологиясы деп айтуға болады. Ар жағында, түбінде оның ар жағында, яғни белгілі бір басқа мақсат, басқа дүние жатыр деп айта аламыз. Осыны енді біздің жастарымыз, азаматтарымыз дұрыс түсіне алу керек қой. Жаңа да сіз айтып отырсыз, мынау сыртқыдан келіп жатқан идеологиялар бар, мынау бұғаттау мәселелері бар. Әрине бұған енді бұғатталғанның өзінде олар да басқа материалдарды қайта сала беруі болады. Бірақ дегенмен бұғаттау арқылы белгілі нәтижеге толық жетеміз деп те айтуға болмайды. Менің ойымша бұл жерде ағартушылық, сауаттылық, діни сауаттылық мәселелері жатқан сияқты. Менің ойымша азаматтарымыз, әсіресе жастарымызда діни сауаттылығын арттыру, құқықтық сауаттылығын арттыру, ұлттық құндылықтарға негізделген салиқалы білімді беру, тәрбие беру. Енді Әл-Фараби айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді ғой. Яғни тәрбиелей бере отырып, яғни азаматтарымызға осындай бір қадам жұмыс жүргізу керек деп ойлаймын мен. Жақсы, енді келсе Қайролла Дүйсешұлы, мынандай бір сұрақ. Осы өткен құрылтайда Дания Қыдырбаева, Олжас Сүлеймен жат діни ағымдардың жастар арасында ықпалы күшейіп бара жатқандығын айтты. Әсіресе спорт саласында ықпалы күшейіп бара жатқандығын айтты. Енді қалай түсінуге болады? Бұл менің ойымша жаңалық емес сияқты. Күшейгелі қай заман? 30 жылдан астам уақыт болды ғой. Спорт саласында да бұл бұрыннан бар. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жерде мемлекет басшысына құзырлы органдар жаңа ғана түсіндіріп, осындай бір қауіптің бар екенін жаңа ғана айтып жатқан сияқты болып қалады осы сөздерге қараған кезде. Өзіңіздің ойыңыз? Енді бұрын спорт саласы, анау біз жас болған кезде жеке федерациялар деген болмады. Жеке секция деген болмады. Ақылы секциялар болмады. Оның бәрі мемлекеттің тарапынан болды. Анау детская юношеская спортивная школа деп айтады, спорттық мектептер, олимпийский резерв мектептері болды. Оның бәрі әрине мемлекетпен қадағаланып, кәдімгідей контрольда ұстады. Соның ішінде сол тренерларын, бапкерлерді бәрі. Қазіргі таңда әрине бұл бағытты экономиканы көтерейік, спортымызды көтерейік деп бұл бағытты алды, конкурентоспособный среда деп айтамыз ғой. Сол жаққа бей салды. Бұл бизнесқа айналып кетті әбден. Жеке спорттық клубтар ашыла басталды, федерациялар ашыла басталды, секциялар ашыла басталды ақылы. Міне осы жерде ал енді бақылау функциясы спорт басқармада
басқармада қазір жоқ. Федерация ашыла ма, клуб ашыла ма, бағанағы жеке, бұны тіркелмейді. Кімдер бақылау керек? Бұл жерде функционалдық басқармалық бақылау керек. Мысалға, дін істер басқармасын айтайық. Дін істер басқармасы діни бірлестіктер ашылған сайын біз оны учетқа аламыз, тізімге аламыз. Және де олардың келіп отырған шетелден, басқа жерлерден, өңірлерден келіп отырған анау миссионерларды біз тіркеп, олардың материалдарын дін комитетке жіберіп, дін істер комитетке жіберіп, сараптамадан өткізіп аламыз. Не айтады, не қояды. Одан басқа Жұмасай, ислам бағытында Жұмасай, қанша бізде мешіт бар, 15 мешіт бар. Православие, иудаизм, мысалы субботада православие, воскресеньеда, жексенбіде біз топтарымызды жібереміз, мониторинг топтары. Солардың араларына барып, олар сол бірге қатынасып, біздің мамандар, 2-3 мамандар топтарға бөлініп саған, міндетті түрде олардың уағызшыларын не айтып жатыр, не қойып жатыр, бәрін сол қадағалап нетеді. Әрине, сосын келеді де өздері бағанағы ақпарат ретінде береді. Біздің алдыма түседі, кім не айтты, мысалға. Міне осындай бақылау спорт саласында да болу керек. Қазіргі таңда бұны бақылай алмай отыр. Неге десеңіз, оларға тіркелу және де олармен тексеріс ретінде бару олардың құзыреттерінде жоқ. Кім келіп жатыр, тренер? Қандай тренер келіп жатыр? Қай жақтан келіп жатыр, мысалға? Мана жүзуден жасөспірімдердің бағытында, жастарында жүзуден не өтті, жарыс өтті. Сонда бассейнда сол анау командалар тұрды. Біздің әнұранымызды қосқанда бапкер анау 458 бап бар, әкімшілік құқық бұзушылық кодексында біздің рәміздерімізге құрмет көрсетпеу деген. Сол бапкер сақалы қауғадай дегендей қолын тұрды да, бірақ қолын кеудесіне жүректің қасына қойған жоқ. Яғни ол сол жерде сол бағанағы 458 бапты бұзды деп, сол жерде жай ғана атана сол Сириядан келген оңалған әйел адам балдарын сол бассейнге берген, сол жарысқа қатынасып атты, видеоға түсіріп жібере салып, қайролаға міне біздің мемлекетіміздің рәміздеріне мына жігіт құрмет көрсетпей тұр, осыған шара қолданыңыз деп. Яғни бұл видеомен өзінің арызын білдіріп жатыр. Әрине, ол видеоны енді біз ресми түрде департамент полицияға жолдап, олар сол дереу сол кісіні анықтап, ол Ақтөбенің бір бапкері болып шықты. Балаларды сол жарысқа алып келіп отқан Ақтөбе облысынан, Ақтөбе қаласының бір бапкері болып шықты. Сол жерде айыппұл салынып, бұл жерде профилактика шаралар ұйымдастырып, полиция қызметкерлері соны жіберді. Енді онда айыппұл салғанмен ол ары қарай енді өзінің қызметін жалғастырып жатыр ғой. Енді ол бұл жерде жаңағы өзінің балаларын, яғни спортқа қатысушы балаларын ары қарай радикалдандырып жатыр ғой. Әрине, бұл жерде шектеу мәселесі болмай тұр. Шектеу мәселесі болмай тұр. Сосын және де біз оларға бір сұрақ қойдық, сонда анау әлем чемпионы болып жатыр, мынандай болып жатыр, жетістікке жетіп жатыр, бірақ көзқарасы мынандай. Басқарманың айтуы бойынша біз ондай критерий жоқ, ол нормативті орындалды ма, біз беру міндеттіміз. Яғни бұл жерде мемлекет тарапынан сондай бір құжат болмай тұр, бір нормативтік документ болмай тұр, бұл алгоритм болмай тұр. Қазіргі таңда әрине спорт саласы былай қарағанда бақылаудан қалып отыр деп айтайық. Мына жақын арада тек қана көңіл бөліп жатыр, бірақ көңіл бөлгеннің артында бізге заңды түрде кіріп, соның ішіне қызмет жұмыс жасау, кеологтар кіру үшін жұмыс жасау керек құжат болмай тұр. Жақсы, түсінікті. Енді бұл күрделі мәселе. Енді менің түсінігімде
осы құрылтайдағы біраз ұсынымдардан кейін осы спорт саласында радикализм, діни радикализмді қадағалаудың бір механизмдері алдағы уақытта пайда болатын шығар деген үміт бар сияқты. Көрейік, тосайық. Сіз айтып отырғандай, әрине барлығына араласып қадағалау ол мүмкін емес. Сондықтан да бұның жолдарын осы мемлекеттік деңгейде заң тұрғысынан тағы бір талқылап қарап бір шешімге келу керек деп ойлаймын. Дін ғылымның көкесі, ғылым діннің баласы дейді ақын Мұқағали Мақатаев. Дінсіз ғылым соқыр, ғылымсыз дін асқақ деген Эйнштейн. Дінді ұстанған адам міндетті түрде ғылымға ашық болу керек қой. Бір-бірімен сабақтас ғылым десе де болады. Неге бүгінгі біздің азаматтарымыз ғылымға қарсы, оны мойындамау ол да бар? Әлде бұл жалпы діни сауатсыздық па? Ең бірінші бұл діни сауатсыздық. Бұл діни сауатсыздық. Және де біз айтып отырмыз қой, экстремизм қай жерден басталады дегенде жанұядан басталады. Егерде мынау ата-аналары осы айтып отырмыз салт дәстүрге бағыттамаса, негізі біз айтамыз мынау мен әкені үш бағытқа бөліп, бір әке өзінің сол бағанағы мен имам болдым, мысалы мен бағанағы мемлекеттік қызметкер болдым, немесе прокурор болдым, менің балам міндетті түрде прокурор болу керек деген осындай ұстаныммен өсіретін, тәрбиелейтін әкелер бар. Екінші әке бар, мен имаммын, мен осы діндар азаматтым, осы менің де балам осылай болу керек деген, менің жолымды ұсталады деген, ол екінші әке. Үшінші әкенің тәрбиесі, ол мынандай тәрбие, мен қоғамға пайда келтіріп жатырмын ба, сол менің балам емес, қоғамға келтіретін елдің баласы болсын деген. Міне, мен үшінші осы бағыттағы ұстанатын өзімді осы әкелер тарапына қосам, неге десеңіз, ең жақсы азамат, ең жақсы мұсылман өзінің еліне, өзінің қоғамына тұрып жатқан қызметін жасап жатқан, пайдасын келтірген адам, ең жақсы азамат. Оны сол ислам тарихында да пайғамбарлардың өсиеттерінде де оқимыз. Енді бұл жерде баланы тәрбиелегенде осы үш бағыт болу керек. Ең бірінші отан сүйгіш болу керек, осы бағытын тәрбиелеп. Екіншісі, ол салт дәстүрінен айырмауымыз керек. Үшіншісі, ол әрине рухани азық берілу керек. Міне осы үш бағыт болатын болса, біз балаларымызды қоғамға қосып кепіл бере аламыз. Ол көршінің баласына ешқандай кедергі, ол қоғамға ешқандай кедергі жасамайды деп. Бұларға дінтану деген пәнді оқытудың да қажеті жоқ. Осы жаңағы үш үйден бағытта тәрбиені алатын болса, онда ол жалпы барлық сырттан келген сыртқы жат идеологияларға қабылдамайды. Иммунитеті бар. қарсы. Сол иммунитеті бар. Оның иммунитеті бар, ол отан сүйгіште, ол Қазақстаннан басқа елді елімдемейді. Қазақстан үшін, жер үшін, отан үшін дегенде жан беруге дайын болып тұратын адам. Екіншісі, бағанағы рухани азығы. Рухани азық, біз қай бағытты, ата-ана қай бағытты көрсететін болса, ол сол бағыттан таймайды. Неге десеңіз, оның фундаменті бар. Егер де келіп оған біреу анау жеп отқан жет-желпектерін харам, мына оқытып отқан Құрандарын харам, Құран тек қана өлген тірі адам болу керек, өлген адамға қажет емес, мына мәйіт басына барып ата бабаларыңның бағанағы бағыштау, ол Құран оқып бағыштау, бағанағы зират ету харам деген дейтін болса, ол оны қабылдамайды. Егер де жанұяда осы мына иммунитетқа үлесін қосып, ата-аналар осы рухани тәрбиесін беретін болса, ол жат-ағымды қабылдамайды. Үшіншісі, бағанағы айтылған бағыт, ол салт дәстүр. Енді дінді
жұлып ала алмаймыз, салт дәстүрді дінімізден жұлып ала алмаймыз. Сол мына салт дәстүрді міндетті түрде біз айтамыз, мынау кездесулерде айтамыз, Европа елдері түгел біздің Қазақстанымыз бар, анау араб елдерін айтсақ та 10 жерінен мұсылман елі болсын, олардың 4 бағытта мерекелері бар. Көп айтады, мұсылмандарда тек қана 2 мереке, құрбан айт, ораза айт, құрбан айт. Әрине 2 мереке. Ол діни мерекелер. Ол дін мерекесіне жатады. Ал енді мемлекет тарапынан мерекелер бар. Біздің конституция күніміз, мемлекет күніміз, тағы да. Анау екінші бағыт кәсіби мереке. Неге ақ халатты жандарға, апамызға, ағаларымызға құттықтап, осы салада жүрсіздер, қаншама адамдарды емдеп шығарасыңдар деп бір құттықтау сөзін, шын сөзіңізді неге айтпасқа. Бұл қарым қатынасқа жақсы. Үшінші мереке салт дәстүр мерекесі бар. Біздің наурызымыз бар. Наурыз шариғатқа қайшы ма? Ол қайшы емес. Әрине. Ешкім қазіргі таңда, бұрын болған шығар, анау қазақта жақсы мақал бар, көш жүре түзелер дейді. Бастауы қисық болады бәрі. Бірақ бір бағытталып алғасын, ол көшім түп-түзеу болып кете береді. Кім қазіргі таңда наурыз келді деп оттан секіріп жатыр? Алынып отқан ешкім жоқ. Оны көре алмайсыз. Бұл да сол қарым қатынаста көрші көлеммен, тума-туысқанмен, әріптестермен қарым қатынасқа жақсы мәселе. Мынау енді бағана айтылған дін мерекесі. Мына 4 бағытта біздер осы жастарымызға осыны Дұрыс дәріп деп егер бере білетін болсақ, бұл онда ұлттың, мемлекеттің қауіпсіздігінің кепілі деп кепілі болады. Қазіргі таңда тіпті былай қарағанда, жиналып қалғанда, ал кім бата береді дегенде, бірінші жасына қараймыз, сосын барып басына қараймыз. Жасы сәйкес болып басындағы шашы ағарса, мынау қариялар бар екен ғой деп, қариялар бата берсін дейміз. Ал сол кейбір қариялар бар, әлі мына киімнен шыға алмай жүр деп айтайық. Бізде мынау да уақытша нәрсе ғой. Біз ертең пенсияға шыққанда, біз бұл киімді тастап, салт дәстүріміздің, ақсақалдардың шапандарын киюіміз керек. Солардың бөріктерін киюіміз керек. Өзімізге үлгі болып көрсету. Әрине, мешітке осындай бір ақсақал қазақтың салт дәстүрінде киіміне келіп жатыр. Киіммен кірсе, ешбір жас, тіпті теріс ағымдағы жүрген жастардың өзі ол кісінің алдын кесіп өтпейді. Әрине. Неге десең, біздің қанымызда жатыр ол. Үлкендерді сыйлау. Бар мәселе енді біздің осы үлкен өзіміз сияқты, сіз сияқты азаматтардың қолында ғой. Біз насихаттап, біз өзіміз жаңағыдай сіз айтып отырғандай киім үлгісін, ұлттық киім үлгісін көрсете отыра, тәрбие жолын көрсететін болсақ, ол да бір біздің осындай бір жат қылықтарды алдын алудың бір негізі деп айтуға әбден болады. Жақсы, енді Қайролла Дүйсешұлы, бағдарламамыз аяқталып қалды. Мынау діни наным, сенім бостандығына біз енді ерік бердік қой. Мемлекет басшысы да осы ұлттық құрылтайда кепілдік бердік екен деп, жүгенсіздікке, тәртіпсіздікке жол беруге болмайды деп айтты. Әрине, сіздер өз қызметтеріңізде қаншама тер төгіп жұмыс жасап жатсаңыздар да, көп азаматтарымыз осындай бір тәртіпсіздіктерге, жүгенсіздіктерге бой алдырып қойып жататын жағдайы бар. Әрине, ол түсінікті. Жаңа сіз айтып отырғандай, бұның ар жағында түптің негізіне келген кезде тәрбие жатыр. Ата-ананың баласына берген рухани азығы негізі жатыр. Менің тұжырымдауымша, сіздің сөзіңізге қараған кезде, жалпы осы діни радикализм, экстремизмнің алдын алуда тек қана ұлттық құндылықтар, рухани азық қана қауіптің алдын алады деп тұжырымдауға болатын сияқты. Қаншама ғасырлар бойы ата-бабамыз ислам дінін ұстанса да, бірақ діннің радикалы, діннің фанатигі болған емес қой. Ал қазіргі жастарымыз, азаматтарымыз бір күн ғаламтордан бір шейхтің, не болмаса басқа бір теріс ағымдағы ғалымның, маманның уағызын тыңдап, шатасып, адасып кетіп жатқан жағдайы бар. Осындай жағдайларды әрине осындай
бағдарлама арқылы сізбен біз болып күресіп қолға алып жатсақ, мемлекетіміздің қауіпсіздігін алдын аламыз деген ой түйеді. Бұл жерде үлкен біз бүгін өзекті, өте күрделі, нәзік мәселені қозғадық. Әрине, бір дегеннен бұл мәселенің шешу, белгілі бір жолға қалыптастыру әрине оңай шаруа емес. Бұл кеселмен күресу тек қана мемлекеттік қызметкерлер немесе құқық қорғау арнаулы қызметкерлердің ғана мақсаты, міндет емес. Бұл жалпы азаматтардың, жалпы қоғам болып күресетін мәселе. Осы мәселені біздің азаматтарымыз жете түсінсе екен. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың негізгі мақсаты да жастарымыз, азаматтарымыздың құқықтық, діни сауаттылығын, мәдени құндылық сауаттылығын арттыру болып табылады. Ары қарай да енді біз осы бағдарламамызда осындай тақырыпта жалғастыра беретін боламыз. Құрметті Қайролла Дүйсешұлы, бізге уақытыңызды бөліп, осы студиямызға келіп, өз ой пікірімізбен бөлісіп, азаматтарымызға қандай бір осы мәселе төңірегінде алдын алу жақтарын өгей-шөгесіне шейін айтып бердіңіз. Сізге көп рахмет, еңбектеріңізге табыс, шығармашылық жеміс тілеймін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі бағдарламамызда кездескенше қош сау болыңыздар.